танысамыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы және қорытынды бөлімі негізінде сюжеттің дамуын болжаймыз, оның себебін түсіндіреміз. Шығармашылық жұмыс жасай отырып презентация түрінде ұсынылған тапсырмаларды орындаймыз. Балалар, бізді мынандай сұрақтар ылғи да мазалайтын шығар. Ғарышқа не үшін ұшады? Құстар қалай ұшады? Доп неге шар сияқты ұшпайды? Ұшуды кім ойлап тапты? Ендеше осы сұрақтардың жауабын біз әдебиеттік оқытудың осы бөліміндегі мәтіндерді танысу арқылы жауабын табамыз. Енді мына сөздерге көңіл аударыңдаршы. Дирижабль, планер, аэростат, шар. Осы сөздердің ішіндегі сендерге күнделікті қолданып жүрген таныс сөз шар деген сөз ғана болар. Әрине біз шарды өзіміз мерекелерде қолданатын түрлі түсті ауада ұшатын зат ретінде білеміз. Қалған сөздердің жауабын қазір біз мәтінді оқу барысында түсінуге тырысамыз. Ендеше адам ұшуды үйренді мәтінінің авторы Александр Романович Беляев 1884 жылы дүниеге келіп, 1942 жылы ғылыми дүниеден өткен, ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қос мекенді адам» атты кітабы су астында өмір сүретін адам туралы айтылған. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген. Адам ұшуды қалай үйренді? Мұқият тыңдап отырайық. Биікке түтін ғана емес, жылы ауа көтерілетіндігін адамдар ерте кезден-ақ байқаған. Алғашқылардың бірі болып, жылы ауаны ұшу мақсатында пайдаланған ағайынды француздар монгольферлер еді. Олар мата мен қағаздан әуе шарын жасады. Оны жылы ауамен толтырған кезде әлгі шар қалқи жөнелді. Ол 500 метрдей биікке көтерілді. Бұл оқиға 1783 жылы болған. Ағайынды жігіттер бұл шармен түрлі жануарларды ұшырып көріп, кейін өздері де ұшты. Ал француз ғалымы Шарль әуе шарын ауадан жеңіл газ сутегімен толтырды. 10 минуттың ішінде шар 1000 метр биіктікке көтерілді. Осыдан кейін әуе шарларының аспанға ұшуы жиілей бастады. Оны аэростат деп атады. Бірақ мұндай шармен ұзақ ұшуға болмайтын еді. Себебі ол ескен желдің еркінде болған. Ал адамдар қайда барғысы келсе, сол жаққа ұшуды көкседі. Әуе шарын қайткенде басқарылатын етіп жасауға болады. 19 ғасырда орыс өнертапқышы Архангельский желкенді қайық сияқты жоғары көтерілгенде жиналып, төмендеген кезде жайылатын қанаты бар әуе шарының жобасын жасады. Бұл механизмді бұл қозғалтқышы іске қосатын еді. 15 жыл өткен соң өнертапқыш Соковин аэростаттың қаңқасын жұмсақ емес, қатты ерекше қатырма қағаздан жасады. Аэростатқа 2 руль бекітті. Оның бір жерден көтерілуге, екінші жерге әрі бұруға арналған еді. Шу аппараты неге ұқсап келатыр, балалар? Енді ары қарай тыңдайық. 1875 жылы орыс ғалымы Менделеев 11 шақырымға дейін тіпті одан да биікке басқарылатын аэростаттың жобасын ұсынды. Мұндай биіктікке адамға ауа жетпей қалмау үшін ішіндегі ауа сыртқа шығып кетпейтіндей арнайы бекітілген кабина жасауды ойластырған еді. 11 шақырымға одан да биік ұшатын осындай аэростат старостат деп аталды. Дирижабль басқаратын аэростат, бірақ онымен ұшу әлі де қауіпті еді. Өйткені оның ішкі қабатын жұқа матадан жасайтын. Оны сәл ғана ұшқыннан лап ете түсетін су тегі газымен толтыратын. Сондықтан өте қауіпті еді. Кейбір адамдар қанат байлап биік жерден секіріп те көрді. Кейбіреулер ауада қалықтады да. Осылайша қанатты, бірақ қозғалтқышсыз ұшу аппараты планер пайда болды. Алғашқы планердің үлгісін атақты суретші Леонардо Винчи жасаған белгілі. Ең алғашқы планер өте қарапайым еді. Олар батпырауыққа ұқсайтын. Мүмкін сен оның қалай ұшатынын байқаған шығарсың. Планердің негізгі небір түрлері жасалды.
Олардың сыңар қанаттысы да, қос қанаттысы да, үш қанаттысы да бар. Дегенмен, планер өзін әуеде демейтіндей ауа толқынынан жылдам ұша алмады. Ал адам желден де жылдам ұшып, мыңдаған шақырым жерді шарлағысы келді. Біз осы мәтіннің ішіндегі негізгі жаңа сөздерді өзіміздің жаңа сөздер сандығымызға, қорымызға жинап қоямыз. Сутек деген сөз ең жеңіл газ дегенді білдіреді. Ал көкседі, көксеу, армандады деген сөзді мағынасын білдіреді. Енді балалар, сендерге мынандай тапсырма. Өздерің мәтінмен танысып, қиялдарыңды жетілдірдіңдер. Әуе шарының суретін салып, безендіріңдер, оған ат қойыңдар. Суреттегі ұшу аппараттары берілген, соларды сипаттаңдар. Үйге тапсырма сендерге балалар, мәтінді түсініп тағы да оқып, мазмұндаңдар. Бүгінгі заманда ұшақ, тікұшақ болмаса, адам үшін қандай қиындықтар болады еді, соны әңгімелеп жазуды тапсырамын. Сау болыңыздар.